сәлеметсіздер ме? Менің есімім Мақсұт Талант, ақпараттық желілер мамандығы. Бүгінгі тақырып Қазақстан 20 ғасыр басындағы Қазақстандағы ағартушылық пен мәдениет. Бірінші сұраққа келер болсақ, Қазақстандағы алғашқы баспасөз тарихы және қазақ зиялыларының қалыптасуы. 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың басында қазақ халқының ұлттық сана сезімі оянған кезең. Осы уақытта баспасөз бен ағартушылық ұлттық бірліктің мәдени дамуының басы құралына айналды. Алғашқы баспасөз ошақтары бізде Түркістан уәлаятының газеті 1870-1882 жылдары Ташкент қаласына шыққан ресми басылым. Ол Ресейдің Түркістанские ведомстве газетінің қосымшасы болды. Газет қазақ және өзбек тілдерінде жарық көріп, елдің саяси мәдени өмірі туралы мақалалар жариялады. Дала уәлаятының газеті келесі, бұл 1888-1902 жылдары омбы қаласына басып шығарылған. Бұл басылымда қазақ халқының шаруашылығы, салт дәстүрі, тіл мен әдебиет мәселелері қарастырылған. Мұнда Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов сынды ағартушылардың идеялары кеңінен насихатталған болатын. Кейінірек 20 ғасырдың басында ұлттық бағытта газеттер пайда бола бастады. Серке 1917 жылы, Қазақ газеті 1913-1918 жылдар аралығында және Айқап журналы 1911-1915 жылдары. Қазақ зиялыларының қалыптасуы. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында Ресейдің оқу орындарында Қазан, Петербург, Орынбор, Омбы, Ташкент оқыған осы қалаларда оқыған қазақ жастары бізде жаңа интеллигенцияны қалыптастырған болатын. Соның ішінде Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы, Жақып Ақбаев, Мұхамеджан Тынышбаев және Халел және Жаһанша Досмағамбетовтер және басқа да қазақтың интеллигенциялары ұлттық сананы оятқан зиялылардың алғашқы буыны болып саналған. Олар халықты білімге, еркіндікке, мәдени өрлеуге шақырған және қазақ тілін, әдебиетін, тарихын жаңғыртуды мақсат еткен. Баспасөз ол бізде олардың халыққа үн қататын мінбері болып саналған. Маңыздылығы жағына келер болсақ, қазақ баспасөзі мен зиялылар қауымы халық санасын оятып, 20 ғасыр басында ұлт азаттық және алаш қозғалысының рухани негізін қалаған болатын. Жәдиттік қозғалыс және Ахмет Байтұрсынов. Жәдиттік қозғалыстың мәні бізде 19 ғасырдың соңында мұсылман әлеміндегі, соның ішінде Ресей империясының түркі халықтары арасында жәдидизм, яғни жаңару қозғалысы тарады. Оның басты мақсаты бізде ескі діни мектептерді, медреселерді жаңартып, заманауи зайырлы білім жүйесін енгізу еді. Жәдиттер бізде усул-и жәдид, жаңа әдіс бойынша оқу, жазу, сызу, ғылым, математика, тарих, география пәндерін үйретуді ұсынды. Қазақ жеріндегі жәдитшілікке келер болсақ, жәдиттік ағым қазақ арасында 20 ғасырдың басында кеңінен тараған болатын. Бұл қозғалыстың жетекшілері мен идеологтары қазақ интеллигенциясы болып саналды. Олар ағартушылықты, ұлттық мектеп пен тілдің дамуын басты мақсат қылып санаған болатын. Осында қазақ интеллигенцияларының арасынан Ахмет Байтұрсыновтың рөлін алар болсақ, яғни тілге, қазақ тіліне деген тигізген үлесін қарастырар болсақ, Ахмет Байтұрсынов бізде өзі 1872-1937 жылдары өмір сүрген, қазақ халқының ұлт ұстазы болып саналды және ғалым, лингвист, публицист және қоғам қайраткері. Ол жәдиттік идеяларды ұлттық сипатта дамытып, қазақ тілін ғылым мен білім тіліне айналдыра алды. Яғни ол оқу ағарту ісі бойынша оқу құралы 1912 жылы шығарылған тіл құралы еңбегі 1914-1916 жылдар аралығында қазақ грамматикасының ғылыми негізін салған болатын. Баспасөздегі қызметіне келер болса, Қазақ газеті 1913-1918 жылдары яғни баспашысы, редактор болып жұмыс жасаған, ұйымдастырушысы әрі бас редактор болған. Бұл газет халықтың саяси, мәдени, әлеуметтік мәселелерін көтерген. Яғни бұл газетте қазақтарды яғни надандықтан арылу жолдарын көрсетіп, яғни білімге, ғылымға құштарлығын арттыру мақсатында ықыласты сөздер жазып және де әлемдегі барша жаңалықтармен әлемдік деңгейдегі газеттер секілді бола алған. Жәдиттік бағыт бойынша ол араб графикасына негізделген қазақ әліпбиін реформалап, төте жазу үлгісін жасаған. Саяси қызметші ретінде, Алаш партиясының жетекшісі ретінде ұлттық тәуелсіздікті жақтаған болатын. Маңыздығына келер болсақ, Ахмет Байтұрсынов қазақ жәдитшілігін ұлттық тәуелсіздік идеясын айналдырған тұлға болып саналады. Оның еңбегі халықтың рухани жаңғыруының бастамасы болып саналды.
Келесі үшінші сұрақ бізде абай мұрасының жиналып басылуы. Абай Құнанбайұлы бізде 1845-1904 жылдары өмір сүрген, қазақ әдебиетінің негізін қалаған ұлы ойшыл, ақын, ағартушы. Абайдың шығармалары өмірінде қолжазба түрінде тарады, бірақ ресми түрде басылуы 20 ғасырдың басынан басталды. Алғашқы басылымдар бізде 1909 жылы Петербургте Кәкітай Ысқақұлы мен Тұрағұл Абайұлының бастамасымен қазақ ақыны Ибрагим Құнанбайұлының өлеңдері мен атты алғашқы жинақ жарық көрген болатын. Бұл кітапта 145 өлең мен 3 поэма, Ескендір Масқұт және Әзімнің әңгімесі поэмалар жарияланған болатын. Бұл жинақты шығару ісіне Әлихан Бөкейхан мен Ахмет Байтұрсынов үлкен қолдау көрсеткен болатын. Кейінгі кезеңде 1916 жылы Орынборда екінші рет басылған болатын. 1920-30 жылдары Абай шығармалары кең таралып оқу бағдарламалар енгізген болатын. Кеңес дәуірінде Мұхтар Әуезов, Жұмалиев, Мұхамедханов сияқты ғалымдар Абай мұрасын ғылыми тұрғыда зерттеп жариялаған болатын. 1954 жылы 10 томдық толық академиялық басылым жарық көрген болатын. Бұл Абай мұраларының маңыздылығына келер болсақ, Абай мұрасының жиналып басылуы қазақ халқының рухани және әдеби жаңғыруына жол ашты. Абай шығармалары қазақ қоғамының ой-санасын жаңа деңгейге көтеріп, ұлттық әдебиеттің классикалық түрін қалыптастырған болатын. Төртінші сұрақ қазақ әдебиеті және баспасөз. Қазақ әдебиеті және баспасөз 20 ғасыр басында қазақ қоғамында баспасөз әдебиет пен ұлттық ойдың орталығы болып саналды. Газет, журналдар арқылы жаңа әдеби бағыттар, ұлттық сана мен ағартушылық идеялары таралды. Қазақ баспасөзінің дамуы бізде Айғап журналы 1911-1915 жылдары Троицк қаласында редакторы Мұхамеджан Сірәлі болған. Журналда өлеңдер, әңгімелер, фельетондарды, қатар әлеуметтік мәселелер, әйел теңдігі, білім мен өнер тақырыптары қозғалды. Мұнда Бейімбет Майлин, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәбит Дөнентаев сияқты жас ақындар қалам тербеген. Қазақ газеті 1913-1918 жылдары Орынбор қаласына басылып шыққан, ұлттық бірлік пен тәуелсіздікті насихаттаған басылымдар болып саналады. Онда Байтұрсынов, Бөкейхан, Дулатұлы мақалалары мен поэзиялық туындылар жарияланған болатын. Газет халықтың саяси сауатын ашып, әдебиетті қоғамдық күрес құралына айналдыра алған. Әдеби бағыттар бойынша қазақ әдебиетіне ағартушылық реализм, ұлт азаттығы, лирика, қоғамдық сатира дамыды. Міржақып Дулатұлының Оян қазақ 1909 жылы шыққан осы кітабы бұл ұлт бостандығының ұранына айналған болатын. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлу, Кім жазықты романдары қазақ қоғамындағы әйел теңсіздігі мен ескі салттың сыншысы болып саналды. Маңызы жағына келер болса, қазақ баспасөзі мен әдебиеті бірге болып, ұлттық идея мен тәуелсіздік рухын таратқан болады. Баспасөз тек ақпараттық құрал емес, қоғамдық сана мен әдебиеттің біртұтас мінбері болып саналды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.